Сәлем қыздар. Бүгін сіздермен Наполеон тортының кремін дайындаймыз. Кремді 24 сағат бұрын дайындауымыз керек. Ыдысыма сүтімді құйдым. Сүт 3,2%-ді және де жақсы сапалы май салдым. Осы май мен сүт бірігіп қайнағанға дейін күтемін. Майымыз 82,5%-ды болуы керек. Міндетті түрде жақсы сапалы май болуы керек. Біздің май мен сүтіміз бірікті, қайнай бастады. Отымыздан сүт пен майымызды аламыз. Енді үстіне ақ шоколадымызды саламыз. Менде Калибаут бельгийский шоколады. Сіздер кез келген плиточный ақ шоколадты қолдансаңыздар болады. Осы шоколад, сүт, майымыз біріккенше араластырамыз. Енді блендермен шамамен 5 минут осы смесімізді соғамыз. Блендерімізбен соғып алдық. Енді кремімізді басқа ыдысқа құямыз. Мінекей, блендер арқылы соққаннан кейін түбінде ешқандай комочектар қалған жоқ. Яғни біздің ақ шоколадымыздың ыстық сүтке түскенде бүрісіп қалмас үшін блендермен міндетті түрде соғуымыз керек. Миксермен болмайды. 24 сағат ішінде крем қоюланады. Пищевая пленканы в контакт жабамыз. Себебі в контакт жаппасақ, бетіне бу арқылы су жиналады. 1 суткаға холодильникке қоямыз. Креміміз 1 суткадай холодильникте тұрды. Енді ыдысымызға құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай креміміз кішкене қоюланды. Осы кремді енді миксермен взбивать етеміз. Бірақ соңына дейін взбивать етпейміз. Яғни жартылай. Қатты қою, қатты сұйық болмайды креміміз. Бізге қазір Наполеон үшін орташа сұйықтықтағы крем керек. Егер де бұл кремді басқа торттарға қолданамын десеңіздер, әрине, стойки болғанға дейін взбивать етуге болады. Өте жақсы крем шығады. Мінекей, біздің креміміз дайын, жұмсақ, әрі қарай взбивать етудің қажеті жоқ. Бірақ егер взбивать етсеңіздер, бұдан да стойки крем шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Басқа торттарға да қолдансаңыздар болады. Назарларыңызға көп рахмет. Күндеріңіз